тәрбие сағатын бастамас бұрын алдымен біз өзіміздің көңіл күйімізді қалыптастырып алайық. Жақсы ма? Олай болса, кәне орнымыздан тұрайық. Кәне балалар тұрайық. Суретте нені көріп тұрмыз? Қараңыздаршы. Осы суреттердің арасында қандай байланыс бар? Отбасы туралы. Нешеуі шаңырақты отбасыға байланыстырамыз? Неге шаңырақты отбасымен байланыстырып тұрсыз? Кім жауап береді? Өйткені шаңырақ деген біздегі ұлттық таңдар. Кімде бар? Шаңырақ деген не ол? Біздің тұратын үйіміз, біздің үйіміз. Жақсы, ал ағашты неге отбасымен байланыстырып тұрмыз? Оның тамырлары ұрпақпен саналады. Тамаша, жарайсың Мұсая. Яғни біздің ағаштың тамыры қалай кейінге жайылса, біздің ұрпақтарымыз да солай жалғасын табады. Тамаша, ал жүрек? Отбасылар жақсы Адамдарымыз бір-бірін тәрбие сағатымыз нетіп алдыңнан екен? Отбасы туралы болма екен. Ендеше бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы отбасы, бақыт, екен. Ендеше бүгінгі сабағымыздың бабы емес бұрын сізге мақсатымен таныстырып кетейік. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты не? Яғни осы сіздердің отбасы, жанұя туралы білімдеріңізді шыңдаймыз. Және отбасының құндылықтарының маңызы дәріптеу болып табылады. Ендеше соны жасауға дайынсыз ба? Олай болса, сіздерге сұрақ. Отбасы деген ұғымды қалай түсінесіздер? Отбасы деген бір үйде тұратын адамдар. Отбасы кішкене отан. Тамаша, жарайсың. Әр адамның өзінің отбасысы болады. Жақсы, тамаша, жарайсың аяу. Тағы қалай түсінеді отбасы дегенді? Кім айтады өзі? Кім айтады дейді? Отбасы дейді, Айнас, айта ғой ойыңды. Отбасы дегенді қалай түсінесің? Отбасы шағын мемлекет. Отбасы дегеніміз ол біздің ата-анамыз. Қиын кезде қасымызда табылатын адамдарымыздың бірі. Ең жақын адамымыз ол ана. Анамыз болса бәрі болады. Тамаша, жарайсың, арымдар сөйлемейді. Айта ғой, отбасы деген қалай түсінесің сен? Отбасы дегеніміз отбасының ішіндегі мүшелері болады. Ана, әже, әке, шеше, аға, іні, тағы басқалары. Тамаша. Сонда отбасында кімдер тұрады екен? Ата, әже, әке, аға, іні, Яғни ең жақын адамдар, яғни бір-біріне ең жақын адамдар тұрады екен. Жақсы. Сол өзі туралы, өзінің отбасы туралы керемет. Сіздер фото қала жасап келдіңіздер. Көрдіңіздер ме? Әр адамның сонда өзінің отбасы болады екен. Енді сіздерге қазір қандай толықтырып өткен тақтаға назарларыңыздар. Отбасы су асты, жарастық орнаған орта. Отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы алшыны дейді. Сонда әр бала тәрбиені бірінші қайдан алады екен? Отбасынан. Сезім, жақындарына, туған туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады. Сол себепті де біз отбасын отанның кішкентай бір бөлшегі ретінде қарастырамыз.
Сонда отанға деген сезім, отанға деген сүйіспеншілік бірінші қайдан басталады екен? Отбасынан бастау алады екен. Тамаша, жарайсыңдар. Енді келесі сұрақ сіздерге. Ал осы отбасы қандай болу керек? Қазір мен сіздерге келесі тапсырманы беремін. Сіздерге тапсырма. Әр топ шапшаңға орындаймыз. Мынаның ішінен өзіңізге отбасы қандай болу керек? Тек екі-ақ сөз жазасыңдар. Осының ішінен екі сөз жазамыз. Қазір сіздерге келеді. Отбасы қандай болу керек? Сыйластық болу керек. Жақсы адамдардың бір-біріне деген қамқорлық. Сіздер осы екеуі негізгі деп ойлайсыздар, иә? Қазір салыстырамыз бір-бірімізбен. Тағы да қайсысы негізгі деп ойлайсыңдар? Сейчас қараймыз. Сүйіспеншілік, тамаша, Мадина, жарайсың. Сүйіспеншілік болу керек. Қандай болу керек? Айтамыз. Қамқорлық, татулық, сыйластық, мейірімділік, сүйіспеншілік болмақ. Болмақ? Мейірімділік. Яғни осылардың барлығы болған уақытта бұл біздер қандай отбасы болады деп ойлайсыздар? Тату, тәтті, яғни бақытты, иә? Енді сіздерге сұрақ, мұқият тыңдаймыз. Отбасы неге теңеуге болады? Неге кім дәлелдейді маған ойын? Өйткені ағашқа береді. Тамаша қылды. Біз себепті ағаш сияқты біздің ұрпақтарымызбен мал жасаймыз екен. Біздің де атаға, бабаға, одан арай ұрпақтарымыз не береді? Атаға солай ба? Яғни мұқият қарай. Бізде қазақ халқында жеті атаны қалай жаратады екен? Бірінші сақтап алдық па? Олай болса сіздерге қазір келесі тапсырма осы жеті атаны топтасып рет-ретімен орындап шығамыз. Апай болды. Baba, әке, ата, үлкен ата, баба, төп ата, тек ата. Екі топтында Baba, әке, ата, үлкен ата, баба, төп ата, тек ата. Әке, ата, үлкен ата, баба, төп ата, тек ата. Кімде жатқан? Ал мұқиятты тыңдайық. Айдар, Тілеу, Өтеу, Қабақ, Кәдір, Амантұрлы, Дастан. Тамаша. Біз осы жеті атаға байланысты өттік солайма әдетке оқыдық. Әр адам осы жеті атасы не істеуде жатқан? Ал кімде жатқан жеті атасы? Юрасы айта ғой. Садыр, Жараш, Сағатжан, Жақсы, тамаша. Жақсы ішіне қысқамады, тамаша. Үйге жүгіп, тамақты салат. Жақсы, команда. Үйге жүгіп, валла керемет өте жақсы. Мен сіздерге егер тапсырма бердім солайма, отбасы туралы мақал, мәтелге жаттап келген. Алтын шарт. Мына қаламдарды басып отырып, сіздер мақал мәтелдерді жатқа айтуларыңыз керек. Аяй басып айтып. Кім жаттап
шығарамыз, тыңдаймыз сізге. Отбасы ол отанның бақ мекені. Келесі. Хақ тараға қияды ақ мекені. Келесі мақал. Отбасы бір мемлекет шағын ғана, одан ұлы елдерде қап кетеді. Болды ма? Тамаша нәзікке. Жалғыз ағаш болмас, жалғыз жігіт би болмас. Тамаша. Одан қуат отбасы шуақ. Отбасы шағын мемлекет. Отбасына өрт салма. Келесі ақтайды. Отан қуат, отбасы шуақ. Тамаша. Жақсының басына іс келсе, отбасына жүдірес. Жаңаның басына іс келсе, отбасы жүдірес. Жақсы, тамаша. Отанды сүю. Отанды сүю. Отбасынан. Отанды сүю отбасынан. Басталады. Жақсы. Жақсының басына іс келсе, отбасына бүдіреді. Жаманның басына іс түссе, отбасын өлдірмейді. Отбасына өрт салма. Отан қуат, отбасы шуақ. Отбасы ошақ қасы. Жанұя бақыттың тірегі. Отбасы шағын мемлекет. Тамаша. Сабаққа қатыспай отырған кел. Назерке шық. Назерке шыға отыра кел. Мына тоқтан күнде мейрам дейік кел. Дайын дейік шыға. Мейрайын. Қарауыңыздар. Так, әртін сіздер ұстаңыздар. Так, сіздер де бұдан отырыңыздар. Ясың. Сіздерге тапсырма. Мен сіздерге сұрақ қоямын. Сіздер сол сұраққа жауапты мына қолдарыңыздағы әріптен басталатын сөзбен жауап бересіздер. Түсінікті ме? Түсінікті ме? Менің сұрағыма тек қана сол әріптен басталатын сөзбен жауап бересіздер. Жақсы ма? Так, мұқият тыңдаңыздар. Отбасы қандай болу керек? Отбасы мейірімді болу керек. Одан басталатын сөзбен айтасың. Қандай болу керек? Так, бар ма көмектесетін оқушы? Татулық. Одан басталады. Басталады. Иә? Отанын қорғайтын болу керек. Тамаша, арай. Отбасы қандай болу керек? Тату болу керек. Тамаша, жарайсың. Отбасы қандай болу керек? Бауырлығы болу керек. Тамаша. Қандай болу керек отбасы? Тамаша. Қандай сымбатты дейді. Тамаша, жарайсың. Ынтымақты. Тамаша, жарайсыңдар. Өте тамаша. Қайда? Так, жақсы. Иә? Қандай міндеті сенің отбасындағы? Балаға өте тамаша. Жарайсың, ағайын. Әймек. Отбасындағы міндетің қандай сенің? Так, адам басқалатын. Так, көмектесейін, қандай міндет? Отбасында аялау. Міндеті? Аялауды. Жақсы, тамаша. Өтезім? Не істейсіз басқалатын? Қай кезектеміз? Не істейсіз? Сыпыру тамаша, апамыз қапты, сыпыру керек. Так, қандай міндеті? Иә? Тамаша, ыдыс жуып, көмектесу. Так, жүктеу туралы да тез. Так, енді сұрақты мұқият тыңдаймыз. Бақытты отбасы деген не? Бақытты отбасы. Жүріп. Отан жақсы. Жақсы. Бауырлық жақсы тағы. Бақытты отбасы. Қандай отбасы ол? Hadi nasıl yazarız? Tamam.
Ya, сыйластық, жақсы. Білім, ынтымақтастық. Жақсы. Так, келесі сұрақ. Отбасы мүшелерін атар. Өз ойымызда ойлап айта береміз бала сөздерді. Отбасы мүшелері. Ya. Madiar. Айтып бармыз. Отағасы. Тәте. Бала, тамаша. Ана. Ыбырай деп ойлап, міне бала, сіз де бала шапшаң ойлап табуыңыз керек көрдіңіздер ме? Шапшаңдықты қажет етеді. Тамаша, өте жақсы ойынға қатысқандарыңызға рахмет. Мирабек, Мирабек. Жақсы бала, бері қарай. Сонымен бүгін біз қандай тақырыпта сөз қылдық? Ендеше барлығымыз тақтаға назар аударайық. Және өлеңді барлығымыз біле оқып бөлекші. отбасы мыналар, ең жақсы адамдар, әке мен анам бар, бір туған ағам бар, бір туған апам бар, бәрін жақсы көремін, еркелеймін, еремін. Бұл қандай өлең екен? Отбасы. Отбасы мүшелері. Бәрін жақсы көремін, бәріне еркелеймін. Енді қараңыздар, бері қарай. Бақыт деген сол бар. Не екен ол? Отбасының амандығы екен. Бақыт дегеніміз отбасының амандығы. Ол кім? Әкеміз, иә? Анамыз, атамыз. Міне, яғни осылардың барлығы бір отбасында болса, біз қандай етеміз? Бақытты. Ендеше бала, біз осындай бақытты отбасында сізде өмір сүріп оны мен сіздердің шығаратын суреттеріңізден, мына жерде сақтап алып келген суреттеріңізден дүниелегенсіздер балалар. Ендеше біз осындай керемет отбасында өсіп жатырмыз. Осы отбасыға біз не аламыз? Тәрбие аламыз. Үлкен өмірге сағамыз екен. Мана мен сіздерге айтып өттім. Адам отанды сүю бірінші. Қайдан басталады? Сіз егер де өз отбасыңыздағы жақын адамдарыңызға деген бір-біріңізге деген мейірімділік, сүйіспеншілік болса, ол адамда отанға деген сүйіспеншілік болады екен. Бұның барлығын біз ең алдымен отбасынан аламыз екен. Олай болса, біздің осы отбасы алатын тәрбиеміз сіздердің ол өмірлеріңізге үлкен. Қайда бірге бастайық. Әрбір бала ұлына тәрбиенің мәні, бойласын кең ақыл ой, бақыт ертер бәрін, азамат боп өскенде түсінеміз біздер, ата-ананың әр айтқан сөздерінің мәнін. Бар байлығын тәрбие, нар байлығын тәрбие, тәрбиені сіңе
күніне арналған отбасына менің деген тәрбиесі аяқталды. Рахмет.